Әлемге әйгілі, қазіргі бағасы 200-300 миллиард тұратын Walt Disney компаниясы бұндай жетістікке қалай жетті? Оның іргетасын қалаушы Walt Disney 27 жасына дейін кедейшілікте бір үзім нан таба алмай өмір сүрген. 27 жасынан кейін ол өзінің ой санасын өзгерту арқылы, бір жүйе методология құрастыру арқылы қазіргі біз білетін компанияның іргетасын қалап кетті. Жандағы әріптестері Walt Disneyдің бойында бір әртүрлі адамдар өмір сүретін сияқты дейтін. Арасында да Walt Disney оны методологияға айналдырып, сол арқылы үлкен жетістікке жетті. Ол үш түрлі рөлді аумалы кезек ойнау арқылы бір стратегиялық жүйе құрастырып, жетістікке жету моделін құрастырды. Біріншісі арманшыл, шексіз армандады. Екінші рөл сыншыл, ол нақты сындар айтты. Үшіншісі реалист, нақты, реалды түрде не бар, қалай істеуге болады, сондай шешімдер айтты. Осы үш рөлді аумалы төкпелі дұрыс пайдалану арқылы бір стратегия айналдырып, Walt Disney әлемде ізін қалдырған жандардың біріне айналды.